Хабарымыз жалғастырамыз. Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі аудандарға шықты. Сараптамалық топтың алғашқы таңдауы Тереңкөл ауданы. Топ мүшелері ауылдық округ әкімдерімен, мемлекеттік орган басшыларымен және тұрғындармен бейресми кездесу өткізді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы науқанның аралық қорытындылары туралы алдағы бейнематериалда. Естеріңізге сала кетейік, Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі сәуір айында өңірдегі білім беру және құқық қорғау органдары саласына сараптама жасайды. Мониторингтік топ мүшелерінің қызметі жазалау емес, сыбайлас жемқорлық белгілерінің алдын алу және оны жою, яғни түсіндірме жұмыстары. В первую очередь мы обращаем внимание. Бірінші кезекте біз әкімшілік кедергілерге бірінші басшы кабинетіне назар аударамыз. Бүгін бірінші басшылардың екінші қабаттан бірінші қабатқа көшу бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Бұл ең алдымен келушілерге ыңғайлы болу үшін жасалады. Бүгін Open Space форматта кабинеттерді құру өте өзекті. Біз мемлекеттік органдар жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету үшін оларды ортақ күш-жігермен енгізетін боламыз. Сонымен қатар жобалық кеңсенің кеңесшілері сыбайлас жемқорлыққа қарсы ең тиімді шаралардың бірі электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсету болып қалатынын атап өтті. Сәуір айының басынан бастап Тереңкөл ауданының тұрғындары өз балаларына үйден шықпай-ақ мектепке дейінгі мекемеге жолдама алуға қол жеткізген. Ситсон балабақша сайтына кіріп, тіркеліп, өз документтерімді соған кіргіздім. Жалпы мен екі балама садикта орын алу үшін балабақшада 5 күн тостым. Мен үшін ыңғайлы, мен ойлаймын, өйткені үйден ешқайда шығуға керек жоқ. Үйде отырып, солай садикқа орын алу болады. Жоба тобы жергілікті колледждер мен мектептерде білім беру үдерісін ұйымдастыру шарттарымен де танысты. Әлеуметтік қызметтерді алу кезінде тұрғындар үшін қолайлы және кедергісіз орта құру туралы айтылды. Сараптамалық топ аграрлық техникалық колледж жатақханасының жұмысына да баға берді. Мектеп базасында жобалық кеңсе мүшелерінің назарына адалдық дүкендер ұсынылды. Сатушысы жоқ дүкен өскелең ұрпақты саналы және жауапкершілікті сезіне білуге тәрбиелейді. Дүкенде сатушы жоқ, кассаға аппарат жоқ. Тек қана өзі бала өзінің сезіммен, ой қабілетімен, адалдығымен тағамын алып, ақшасын қорапқа салады. Шараның негізгі мақсаты жас өспірімдерге, балаларға осы адалдыққа үйрету, адалдықты үйретіп, патриоттық сезімді білдіру. Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесінің кезекті сараптамалары өзге аудандарда да жалғасады. Марина Сахарова, Дарья Жұмабекова, Қанат Ахметжанов, Ертіс ақпарат, Тереңкөл ауданынан.